түс жан тыныштығын, молшылықты, татулықты білдіреді. Көк түс бірлік, көпшілдік сезімнің, сенімнің түсі. Көк түске байланысты тарихи оқиғаларға назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасының туының түсі көк түсті. Тудың авторы Шәкен Язбеков. Көктөбе Іле алатауының бөктерінде орналасқан көрікті жер. Көктөбе Алматы қаласының оңтүстік шығысында абсолюттік биіктігі 1070 метр, салыстырмалы биіктігі 370 метр болады. Көк тәңір ол түркілердің ең жоғары құдайы. Аспандағы жалғыз жаратушы және бастаушы құдай деп санаған және оларға табынған. Көкмардан ежелгі қалашық. Шәуілдір ауылынан 5 километр оңтүстікке қарай жерде Көкмардан шатқалында орналасқан. Қалашық 6 ғасыр жартысымен 7 ғасырда құрылысы жақсы зерттелген. Көкорда Алтын Орданың шығыс бөлігі, қазіргі Қазақстан жерінде орналасқан. Орда еженнен бастап тәуелсіз болған. 1380 жылы Көкорда ханы Тоқтамыс Бату ханның ұрпағы қалмаған соң Алтын Орда тағына отырды. Ақпарат пайдалы болса каналына лүпіл басып, өз пікіріңізді жазуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.